Алкадендер дегеніміз бұл құрамында екі қос байланысы бар көністіктер. Егер естеріңізде болса, алдыңғы сабақта бізде бір қос байланысы бар көністіктерді өтірдік, иә? Ол жерде сонда мына қос байланыс біздерде ен деген жұрнақ беретін болады. Ал егер осы қос байланыстар екеу болса, біздерде жұрнақ диенге айналатын болады. Яғни екі енді байланыс. Егер осы екі байланысты бір молекулаға салып көретін болсақ, мысалға көміртек пен көміртек арасында біздерде мынау ен просто. Ал егер тағы қос байланыс болса, уже диен. Енді осы жерде молекуланы до конца жазып тастайық. H2, мында сутек керек емес, мында H2. Осының атауы көміртек саны 3 болғандықтан түбі сөз проб. Ал ары қарай диен болады, пропадиен болады. Пропадиен 1-2. Бірінші, екінші және үшінші орын болғандықтан. Енді қараңыз, алкадиендердің 3 типі бар. Олар 3 топқа жіктеледі. Бұл күмілденген диендер, қосарланған диендер және оқшауланған диендер. Күмілденген деген сөз бұл типа кумулировать, жинақтау. Бір жерге типа осы жинақтап, то есть бір жерге, нығыздау деген сөзді білдіреді. Бұл жерде сонда мысалға пропаден осы күмілденген диендерге жатады, өйткені мында қос байланыстар бір жерге жинақталған. Мысалға тағы үлкенірек, то есть үлкенірек көміртек алсақ, яғни 4 көміртектен тұратын, көміртек тағы да біреу и тағы да біреу деп қойсақ, CH3, CH, мында CH2. Енді қараңыз, мындағы қос байланыстар бір жерге жинақталған, сондықтан бұл да күмілденген болып келеді. Атауы көміртек саны 4, сондықтан бутадиен болады. 1-2 әрине. Ары қосарланған диен. Қосарланған деген сөздің мағынасы бұл жерде бұл бір көміртектен кейін жүретіндер. Яғни мында мысалға CH2 бар. Қос байланыс, көміртек, жай байланыс, көміртек и қос байланыс деп алсақ. CH2. CH болады. Енді осы жерде мында қос байланыс, жай байланыс, қос байланыс пайда болады. Сонда бұл через один деген сияқты, типа очередьпен жүрген сияқты. Бұл атауы енді 1, 2, 3, 4. Сонда бутадиен 1, 3 болады. Ары қарай оқшауланған диендер. Оқшауланған, бұл изолированный, яғни бір-бірінен алыста тұратын, типа жақын араласпайтындар. Яғни қос байланыстар бір-бірінен максимально алшақ тұратындар. Бұл жерде сонда CH2, қос байланыс, көміртек, 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 қос байланыс, көміртек. CH2, CH1, CH2, CH. Енді қараңыз, қос байланыс бұл жерде бір-бірінен екеуі алшақтап тұр, оқшауланып тұр. Так, осының атауын қоятын болсақ, бірінші, екінші, үшінші, төртінші, бесінші. Так, 5 бұл пента, диен, 1, 4 болады. Осылай біздерде алкадиендердің номенклатурасы да, олардың жіктелуі де біздер аяқтап тастадық. Енді келесі пункт. Химиялық қасиеттер. Бірінші пункт галогендер. Қараңыз, алкадиендердің құрамында біздерде алкендер бар, иә? 2 алкендерге болады. Сол 2 алкеннің кесірінен, в принципе, алкадиендердің қасиеттері сол алкендерге байланысты болады. То есть, бұл түсінікті пункт шығар. Енді қараңыз. Сонда, мысалға, хлорды қосқан кезде, хлор, мысалға, мұнда қос байланыс тұр. Сол жерге просто қосыла салады. Бұндай сценарийді біздерде алкадиендерде 1-2 деген сценарий деп аталады. Яғни, бірінші, екінші орынға түсу. Мұнда CH2, CH. Мұнда тұрған қос байланыс жойылып кетті, сондықтан мұнда 2 хлор қосылып кетеді, ал мұндағы қос байланыс сақталады. Бірақта, алкадиендерде біздерде екінші қос байланыс бар, иә? Сол екінші қос байланыс кейбір кезде қосылу реакцияларын кішкене бұзып жіберуі мүмкін. И біздерде мынандай заттар пайда болуы мүмкін. Қараңыз, біздерде сценарий 1-4 деген бар. Яғни, хлор бізде бірінші және төртінші орынға қосылатын болады. Қараңыз, мұндағы қос байланыс жойылды, хлор қосылды, мұнда CH, мұндағы қос байланысты жойылуы тиіс, оны алып тастаймыз. Енді ары қарай CH2 сақталады и хлор осында қосылатын болады. Ал қараңыз, мұндағы көміртекте
Б байланыс, 2 байланыс, иә? И 4-ке дейін 2 сутек оны толтырып отыр, байланыстар саны. Мында да тура сол жағдай. Бірақ та мына көміртекте бізде біреу 2 байланыс бар, и үшіншісі ол сутекпен байланысып тұр. Төртінші байланыс босап қалды. Сондықтан қараңыз, қос байланыс бізде ортада пайда болатын болады. Енді қараңыз, сонда алкадиендерде бізде егер бір молекула оған қосылатын болса, яғни хлор, бром, йод, сутек деген сияқтылардың бәрі қосылған кезде бізде олар либо, то есть бір жерге қосылады, немесе екі жерге қосылады да, бірақ та қос байланысты басқа жерге ығыстырып жіберетін болады. Иә, біздерде кейбір кезде мынандай болуы мүмкін. Мысалға, хлорды мен екі молекуласын бірден қоссамшы, CH2 плюс хлор деп алам, и оның екі молекуласын қосам. Бұндай кезде менде хлор барлық орынға жететін болады. Қараңыз, CH2, CH2 деп сақтап қаламыз бәрін. Ал хлорлар 4 жерге де қосылып кететін болады. Енді бұндай, бұл сценарий оп-оңай, слишком оңай. То есть қиындату үшін, қызық болу үшін біздерде бір 4 сценарий қолдану, қызығырақ. Бірақ та ең кәдімгі, то есть кәдімгі есептерді қолдану үшін біздер көбінесе осыны қолданатын боламыз, өйткені тезірек, оңайырақ және жеңілірек. Енді атауларды қойып шықсақ әрқайсына. Атау беріп шықсақ, қараңыз. Біріншіден, бұл алкен, қос байланыс бар, біреу. Сол жақтан санаймыз. 1, 2, 3, 4. Үшінші және төртінші орында 2 хлор тұр, дихлор. 4, бұл бутан болады. Ал қарай. Келесі қосылыс. Біздерде қос байланыс тура ортада тұр, сондықтан қай жақтан санасақ та бізге бәрі 1, 2, 3, 4. Сонда 1, 4 дихлор. Бутан деп жазып қойып мен, кстати, мына жерде. Кешірім сұраймын. Бутен бұл керек. Бутен 1 болады. Мында да тура сол бутен 2 болады. Енді, әрі 1, 2, 3, 4. Сонда бұның атауы 1, 2, 3, 4. 4 хлор, тетра болады. Тетра хлор. Әрі тек қана жай байланыстар, сондықтан бұл алкан. Бутан болады. Келесі пункт. Гидрлеу. Гидрлеу дегеніміз бұл сутектің қосылу реакциясы. Сценарий тура солай. 1, 2 деген сценарий болады бізде, және 1, 4 деген сценарий. Сонда 1, 2-де біздерде сутек кез келген қос байланысқа қосылып кету керек. Бір нүктесіне CH2, CH, қос байланыс, CH. Енді мына жерге сутек мында екеуі, H, H. Бір орынға, екінші орынға қосылады. Сонда CH2 болады, и CH3 пайда болады. Бұл бір жерге қосылу сценарий. Ал енді 1, 4 деген сценарий, яғни 2 нүктеге қосылады әр жаққа. CH3 болады уже, қос байланыс жойылады. Мында CH байланыс, CH, и мында CH3 пайда болады. Бірінші және төртінші орындағы қосылды, ал қос байланыс ортаға ығысып кететін болады. Тура алдындағыдай галогендер сияқты мен сутекті 2 молекула қылып қоса аламын. CH2 плюс H2 пайда болады бізде әрине CH3, CH2, CH2 и CH3 болады. Келесі гидрогалогендер. Гидрогалогендермен әрине сол баяғы 2 сценарий қолданылады. 1, 2 деген сценарий. Бірақ та Марковников принципі егер естеріңізде болса, H хлор қосылатын кезде, қараңыз, бізде мысалы мына жерге қосып отырмыз, CH2 и CH деген көміртектер бар. Сол көміртектердің арасында сутектің бір таңдайтын орны бар. Ол талғампаз деуге болады. Он выбирает Енді сутек орын таңдау керек. Қай жерді таңдайтын болады. Марковников принципі бойынша сутек бұл жағдайда қай жерде сутек көп болады, сол жерге қосылатын болады. Сонда CH3, CH и
мында хлор осында қосылады, и қосып байланыс мында сақталып қалатын болады. И егер 1,4 деген сценарий бойынша қосатын болсақ, проблема. Мында біріншіден H хлорды қосқан кезде, в принципе, проблема жоқ негізі. Просто түсіндіріп тастау керек жөндеп. Қараңыз, H хлор бұндай кезде қосылатын кезде мына жер и мына жерге қосылу керек. CH2 мен CH2-ның арасында қандай айырмашылық бар? Ешқандай айырмашылық жоқ, сондықтан олар таңдау да керек емес бұл жерде. Кез келген рандомный жерді таңдай саламыз. CH, мында хлорды қоса салдым. CH, қосып байланысты CH и CH 3 бола салады мында. Сонымен пайда болған қосылыстардың атауын атасақ, бұл текст қосып байланысты жақтан санаймыз. 1, 2, 3, 4. Сонда 3 хлор и бұл 10 1 болады. Мында текст санау бірінші, екінші. Текст қай жақтан санасақ та бәрі, бірақ та мен оңбаса бар жақтаңдай мұндайды. 1 хлор, бутен, так, бутен, 2. Текст. Енді бізде мынандай сценарий болса шал. Текст, мына жер скриншоттап алыңыз, немесе пауза қойып жазып алыңыз. Қараңыз. И 1, 2, 3. Қараңыз, мынандай сценарий болуы мүмкін. Екеуін қосам деп. Екі молекуласын қосып отырмын H хлордың. Енді қараңыз. Мен сонда екеуіне де дәлдеп отырмын да, екеуіне де қосқым келіп тұр. Біріншіден, бұндай жерде H хлордың сутегі, көбірек сутегі бар жерге қосылады, яғни CH3, ал хлор CH-қа қосылады, хлор болып. Мында тура сол жағдай, азырақ жерге хлор қосылады, көбірек жерге сутек қосылады. Пайда болды бізде 1, 2, 3, 4. Так, 2, 3, дихлор. Енді дихлор бутан болады. Өйткені барлық жерде жай байланыстар. Ары қарай, ұсынылған тізімнен бутадиен B3 броммен әрекеттескенде пайда болатын екі затты таңдаңыз дейді. Сонда біздерде бутадиен B3 бута бұл 4 көміртек. Диен B3 деген сонда бірінші және үшінші орында қос байланыстар тұр. Мында H2, мында H1, H1, мында H2 болады. Енді сонда осыған біздер бром қосу керекпіз. Сонда бром қосылған кезде бізде сценарий 1, 2 бар. Яғни бром осы жерлерге түсе алады. Енді бұл қосылыс сонда мында қос байланысты жойып тастаймыз. Бұл қосылыстың аты сонда, қараңыз, қос байланыс жақынырақтан санай бастаймыз да, сонда 1, 2, 3, 4, 3, 4 дибром, бутен, 1 болу керек. Текст, ондай вариант бар ма бізде? Ондай вариант бізде бар. 3, 4 дибром, бутен, 1. Енді, екінші вариант. Біздерде сценарий 1, 4 деген сценарий бар еді. Ол сценарий бойынша біздерде бром, бірінші және төртінші орынға түсу керек. Логично. Так, бірінші және төртінші орын. И қос байланыс ортаға қарай ығысатын болады. Бұл қосылысының атауы 1. Так, 1, 2, 3, 4. Сонда 1, 4. Дибром, бутен, 2. Так, А деген вариант. Енді келесі. Алу жолдары Лебедев реакциясы дейді. Так, Лебедев реакциясы. Біріншіден, Лебедев реакциясы дегеніміз бұл спирттерді дегидратациялау реакциясы. Бұл үшін бізде мынандай реакция керек. Спирт керек біріншіден. Мен ең көп қолданылатын спиртті алсам, бұл этанол, CH3, CH2, OH. Енді плюс маған 2 этанолдың молекуласы керек. Мен мұнда 2 деп жазалам, немесе просто 2 этанолдың формуласын жазаламыз бірден. H, оттек, енді CH2, CH3. Осы реакцияны жүргіземіз. Біздерде бұл үшін температура керек және цинктің оксиді, мырыштың оксиді. Так, енді қараңыз. Біздерде мынандай реакция жүру керек. OH мындағы сутекпен бірге сыртқа шығып кету керек. И еще сыртқы CH3-тен біздерде бір сутек керек. Сонда пайда болады біздерде H2O плюс. Енді қараңыз. Мында да тура сол история. Мында OH кетеді.
мындағы сутек кетеді, и мындағы сутек кету керек. Мына сыртқы CH3-дегі сутектер бірігіп кетеді де H2-ні түзеді. Бір сутектен. И мында OH пен сутек бірігіп арқылы тағы да бір су пайда болады, е. Плюс бізде мынандай молекула түзілу керек. Сонда CH3-тен бір сутек кетіп қалды. CH2-ден бір сутек кетіп қалды. OH пен бірге CH қана қалды. И мында CH, и мында да CH2 болады. Қос байланыстарды қойып шығамыз сонда. Енді осылай біздерде бутадиен алынатын болады. Негізі бұл бутадиеннің алынуы көбінесе өндірістерде қолданылады. Яғни завод, типа андай үлкен реформинг жасайтында, бензинмен айналысатын заводтарда, бензинді тазалау заводтарында қолданылатын реакция болып келеді. Енді тағы теңестіру керек пе екен? Нет, теңестіру керек емес бұл жерде. Бәрі теңесіп тұр. Болды осымен. Сонда, әрі қарай, 1,4 дигалоген алкандарды дигидрогалогендеу. 1,4. Так, бірінші орын, так, мен бәрін. 1, 2, 3, 4, е. Бірінші және төртінші орында галоген тұру керек. И бұл алкан болатын болса, CH2, CH2, CH2 и CH2 болады. Плюс, сонда, дигидрогалогендеу үшін мен обычно калий OH-ты қолданатын едім. Калий OH-тың спиртті ерітіндісі. Егер алкиндер тақырыптар естеріңізде болса, сіз калий OH-тың не істейтінін есіңізде. Калий біздерде галогендерді жақсы көреді. Мында 2 галоген, сондықтан калий екеуінде татып алады өзіне. Ал калийдің гидроксиді, қараңыз. Калий мына хлорды алып алды, и мына CH-тың көшісінен сутек алып алғысы келеді. Сонда біздерде OH пен H қосылып кетеді, H2O пайда болады. Екінші калий тура сондай заттармен айналысады. Хлорды татып алды, и мына көміртектің көшісінен сутек татып алды. Сонда H2O екеу болып кетті. Плюс пайда болған қосылыс бізде сонда мында CH2 қалды, хлор кетіп қалды, оның көшісінен сутекті татып алдық, мында сутекті татып алдық, и мында CH2 хлорды татып алдық. Сөйтіп, қос байланыстарды түзіп жібереміз, сонымен бітті реакция. Пайда болды бізде бутадиен 1,3, сол баяғы. Енді, тағы бір пункт, алкандарды дегидрлеу. Негізі, бұл реакция ең жеңілі деуге болады, бұл бүгінгі. Бұл жерде тек қана дегидрлеу реакциясы, яғни реакцияның соңында сутек бөлінуі тиіс. CH3, CH2, CH2, CH3. Бұл жерден біздерде температура керек әрине, егер сутек шығарамыз келсе, және хромның оксиді керек. Енді біздерде сутек бөлінеді, бірақ та бір жерден емес, екі жерден бөліну керек. Сондықтан біздер мына жерді таңдаймыз, и мына жерді таңдаймыз. Сонда H2 плюс. Мына жерді дегеніміз мынадан и мынадан. Мынадан и мынадан. CH2, CH1, сонда CH1, CH2 түзіледі. Қос байланыстарды жазып шығамыз. Пайда болды, қайттан бутадиен 1,3. Сонымен, әрі қарай практика бөлімі. Калий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін өнімдер арасындағы сәйкестікті орнатыңыз дейді. Такс. Калий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін өнімдер арасында сәйкестік орнатыңыз. Яғни, калий OH, спирт. Енді, біріншіден, реакция өнімі берілген. 2 метил бутен 2 деген, е. Такс. 1 хлорбутан. CH2, хлор, CH, CH2 и CH3 болады. Бұған калий OH қосқан кезде, қараңыз, калий мына хлорды алып тастайды, и мына сутекті алып тастайды, мында қос байланыс түзетін болады. Сонда, қазір өлшеп тастаймыз, керек емес элементтерді. Мына хлорды алып тастауға тура келеді, мына H-ты алып тастауға тура келеді, пайда болады бізде сонда бутен 1 пайда болу керек. Такс. Бутен 1 деген вариант. Сәйкес келеді. Сонда Б-мен бізге 1 сәйкес келеді. Екіншісі 2,3 дихлорбутан дейді. Такс. 2,3 дихлорбутан.
бутан болса көміртек саны 4 болу керек тізбекте. Екінші және үшінші орында хлор, CH3, CH3 болады. Бұған калий қосқан кезде біріншіден калий мына хлорды алып тастайды и мына сутекті алып тастайды. Мына хлорды и мына сутекті алып тастайды. Қалады бізде сонда 3 байланыс. Алып тастаймыз мынаны. Сутектерді алып тастаймыз. Сонда бізде бутин 2 түзілді, е? Бутин 2 деген вариант па ма? Ондай жоқ. Біздерге мына вариант вообще келмейді, ондай болса. Енді әрі 1,4 дихлорбутан. Бұл реакцияны бүгін істедік уже. Егер естеріңізде болса. Так, бутан болса көміртек саны 4, 1,4 хлор, е? Хлор, CH2 и CH2. Хлорды алып тастаймыз, сутекті алып тастаймыз. Хлорды алып тастаймыз, сутекті алып тастаймыз, қос байланыс, е? Сонда бұл бутадиен 1,3 бөліну керек. Бұл сонда В. В бұл 3-ке сәйкес. Әрі. Текс, 4-ші пункт. Мұналар керек емес уже. Текс. 4-ші пункт. Бізде 2 хлор бутан деген бар. Бутан сонда С. Екінші орында хлор тұр. Бутан болса CH3, CH2, CH3 болады. Так, хлорды алып тастаймыз. Көшеден сутекті татып алу керек. Ең азынан алып аламыз. Қос байланыс түзіледі. Бұл бутен 2. Сонда бұл Ә болады. Ә бұл сонда 4. Әрі. Текс. 3 хлор, 2 метил бутан. Текс, бұл бірден жоқ дей аламыз, өйткені 2 метил деп тұр, е? Мұнда ешқандай бір... не, бар екен, 2 метил бутан деген бар екен. Мұнда осы қазір тексеп көрейік. Көміртек, е? Үшінші орында хлор тұр, екінші орында метил тұр. Әрі, CH3. Калий уашты болса хлор кетеді и сутек кетеді. Пайда болады бізде 2 метил бутен 2. А болады. Дұрыс сонда. А бұл 5 болады. Все. Келесі. Түрлендіру тізбегіндегі X және Y заттарын анықтаңыз дейді. CH2 бром, CH2 бром. Оған цинк қосқан. Текс, бізде бұндай реакцияда не пайда болу керек? CH2, мұнда бром тұр. CH2, мұнда бром тұр, е? Плюс цинк деген. Цинк галогендер жақсы өте. Валенттілігі 2-ге тең, сондықтан ол 2 галогенді татып алады. Пайда болады бізде CH2 и CH2. Екеуінің арасында қос байланыс түзіледі. Әрі. CH2-ге біздерде не қосқан мұнда? CH2. Плюс оттек деген. Қараңыз, мен бұған дейін айтпаған едім ештеңе бұл туралы. Кез келген органикалық қосылысқа мен оттек қосатын болсам, менде 2 зат пайда болады. Бұл CO2 мен H2O. Кез келген органикалық зат. Бұл спирт болады, алкан, алкен, алкаден, бензол, арендер, альдегидтер, кетондар бәріне оттек қосқан кезде менде олап жанған кезде CO2 мен H2O бөлінеді. Айырмашылық тек қана оларға қойылатын коэффициенттерде ғана. Мысалға мында C2O, H4 деген формула, плюс O2, мында CO2 плюс H2O пайда болады. Мен қазір бұлай қысқартып отырған себебі, қысқартылған формуланы жазып отырмын, өйткені маған теңестіруге қазір ыңғайлы болады. C2, C1, мында 2 қойылады. H4, H2, мында 2 қойылады. Оттек саны 2 көйтілген 2, 4, плюс 2, 6 болады. Сонда мында 3 қойылу тиіс. Осымен болды. Біздерде сонда пайда болды этен, немесе екінші аты этилен, бұл А варианты. CO2 бұл көмірқышқыл газы и су деген. Вариант па ма? Су деген вариант жоқ. Онда болды. Сонымен
осылай бізде алкадендер тақырыбы аяқталатын болады. Келесі видеода практика бөлінеді. Сонымен келесі видеоларда кездескенше сау болыңыз.